Тасқын кезінде қатты зардап шеккен Құлсары қаласының 600-ден аса тұрғыны су басқан мүлікті бағалау нәтижелерін алды. Тәулік бойы жүргізіліп жатқан бұл жұмыстарды апта соңына дейін аяқтау жоспарланған. Ал өңірде өтемақы төлеу тәртібі бойынша 800-дей адам толық ақпарат алыпты. Бұдан бөлек су тасқыны кезінде 4 түлігінен айырылған 100-ден аса шаруаның арызын әкімдік қарастырып жатқан көрінеді. Айта кетейік, өңірде жалпы 876 бас ұсақ және ірі қара мал зардап шеккен. 5 апрель күні елімізге, жерімізге су кетіп, су тасқыны келіп, үйіміз құлаған жайы бар. Оценкамды алып, өзім үкіметіме ризамын. Самантас үй болып, сол бағама риза болып, үкіметіме рахметімді айтамын. Махамбет ауданында қауіп әлі сейілмей тұр. Аудандағы 66 егін алқабы мен 27 қожалық су астында қалды. Дей тұрғанмен 4 түлікке қатер төнбепті. Себебі қауіпті аймақтардағы мал басы толығымен алдын ала бекітілген қауіпсіз аймақтарға көшірілген. Ал зардап шеккен жұртшылыққа өтемақы төлеу әлі де жалғасады. Дезинфекция келді, одан кейін бағалаушылар келді, сарапшылар келді. Бәрі өздерінің жаңағы жұмыстарын жасап кетті. 15 май күні берілді қолыма хабарлама, 17 май күні кешкісін маған жаңағы үйімнің ремонтына, жөндеу жұмысына деген есептелінген ақша түсті.